Сәлем достар, сіздермен бірге мен Ернұр YouTube арнасы. Достар, бүгінгі видеода мен сіздерге Барбоскины атты мультфильмнің ашылышындығын айтатын боламын. Видеоны бастамастан бұрын арнаға тіркеліп, лайк басып, мені қолдап кетсеңіздер. Және де бұл видеоны кішкентай балаларға көруге рұқсат бермеймін. Яғни бұл ашылышындықта қорқынышты дауыстар мен суреттер болады. Көрем десеңіздер, жауапкершілікті өзіңізге алыңыздар. Ал мен бастаймын. Барбоскины мультфильмі өте танымал мультфильмдердің бірі болып келеді, және оны кішкентай балалар көп көреді. Бұл мультфильмнің қорқынышты жерлері, яғни ол жерде ең кішкентай қызы ол өлген, және де оның осы Барбоскины мультфильмнің бастапқы кезінде жаман сөздер айтылады. Қандай сөздер десеңіздер, мен сіздерге қазір көрсететін боламын. Көріп тұрғандарыңыздай, бұл ең кішкентай кейіпкер өте жаман сөздерді айтып, өзінің өлгенін айтады. Ал енді Барбоскины мультфильмінің кішкентай балаларға көрмеуінің бір себебі осы. Және де мен сіздерге тағы да қазір 3-4 себебін айтатын боламын. Соңына дейін көрулеріңізді сұраймын. Балаларға Барбоскиндерді көрсетпеу себептері. Маша мен Аюмен бірге смешарикіде шын айтсақ күмән тудырады. Ата-аналардың мультфильмге қатысты шағымдары өте көп. Тұмандағы кейбір белгісіз кірпік экранда азап жыпылықтайды, және ол бірден тарайды. Бұл мультфильм нені үйретеді, ал құндылықтары қандай? Прибора, смешарики, Маша мен Аю және Барбоскиндер шын мәнінде нені үйрете алатын, және оларды баламен қараудың қажеті бар ма, сол туралы. Қазіргі ресейлік мультфильмдер өте сәтті, соның ішінде батыста, бірақ құндылықтар туралы сұрауларға ерекше жауап берілмейді. Мысалы, Аю мен күлкі Маша әрине гид ретінде жарамайды. Тым еріксіз, тым бұзақы халық сарафанында болса да, ал жалпы мұндағы имандылықтың майталманы. Анасы қайда? Қыз орманда адасып кеткен сияқты, әлі табылған жоқ, және ол жоғалып кетті. Оның тәрбиелік рөлін орындай алмайтын жүздеген эпизодтар үшін патронат ата-анасымен бірге тұруға тура келеді. Бұл анимациялық сериал қарапайым көп балалы отбасының өмірін көрсетеді. Рас, отбасының өмір аздап итке ұқсайды. Бұл да болып жатқан оқиғалардың қайғылы реализмін жасырады. Мұнда кейіпкерлер жұмысқа және оқуға барады, елде демалады. Суретке қарағанда ешкім ешқандай тәртіпсіздік белгілерін таппайды. Жанкүйерлердің жақсы пікірлері, ал бөлек марапат кәдімгі отбасы үшін. Барбоскиндерге қарағанда балаларға қара нәсілді әйелдерді көрсеткен дұрыс. Барбоскиндердің күдікті кейіпкерлері мен жосықсыз шовинизмі бар. Сонымен көрерменнің алдында түрлі түсті 5 баласы бар үлкен жартылай ит отбасы. Неліктен әртүрлі тұқымды балалар бір әкеден шыққан деген сұрақ талқылаудың қажеті жоқ. Ересек кейіпкерлердің өмірі балалар бөлмесіндегі оқиғалардың көлеңкесінде. Сонымен қатар әртүрлі тұқымдар әртүрлі кейіпкерлерді салуға көмектеседі. Өйткені бесеуінің әрқайсысы маркалардың жарқын жиынтығы. Балаға осы кейіпкерлердің бірімен сәйкестендіру өте оңай, бірақ көпшілігі Роза немесе Дружоктың қолдау тобында болуы мүмкін. Және Барбоскины атты мультфильмнің ата-анасы мейірімділік пен қамқорлық жайлы түк білмейді. Яғни әкесі Барбоскины өте бос емес. Мысалы, жылдың соңында ол кіреберістегі бей-жай көршісінің жарайсың, 90-ды жақсы аяқтадық деп, әкесі бұрышта телефонмен сөйлесе алады. Бірақ та әкесінің өзінің балаларына көңілі мүлдем аудармайды, және оның қолы бос емес пе, әлде осы мультфильм солай шығарылған ба біртүрлі. Достар, осылайша Барбоскины мультфильмінің ашылышындығы аяқталды. Видео ұнаса арнаға тіркеліп, лайк басып, колокольчикті шертуді ұмытпаймыз. Барбоскины мультфильмінің ашылышындығы бастапқы кезінде, және де тағы да басқа жерлерінде, және мен олардың оқиғаларында айтып бердім. Ал енді келесі, егер де тағы да Барбоскины жайлы ашылышындық шығар десеңіздер, бұл видео көп қаралым жинап, және де лайк басып комментарий жазуларыңызды сұраймын. Және де бұл жердің қорқынышты жерлері де бар, соларды көрсететін боламын. Ал сіздермен бірге болған мен Ернұр YouTube арнасы. Аман сау болыңыздар.